Енді мына бағана сызып белгі қалдырған екі жерді кішкене тіліп аламыз. Кішкене ғана, бір 2 мм дейін. Мына жерден де. Мына негізгі матадан тура солай қиып аламыз, кішкене тіліп аламыз. Осылай. Мінекей, осындай қалта болады. Және мына жерде сызып белгі қалдырдық. Енді бізге алдыңғы бойда мына қалтаның қол кіретін жерін қиып тастауымыз қажет. Ол үшін қалтамызды әкелеміз. Негізгі матада қалтамызды әкелеміз. Осылай жатқызамыз. Мына жердегі бағана тіліп алған екі жерді сызамыз. Мінекей екі жер дайын тұр. Және осы жерді қоса саламыз. Оны тексеру үшін мінекей подклад матаны қойып көреміз. Тұп-тура. Енді осы жерді қайшымен қиып алып тастаймыз. Мінекей. Осылай подклад матаны тігеміз. Сосын негізгі матамызды тігеміз. Сонда бізде осындай қалта пайда болады. Алдыңғы бой дайын, артқы бой дайын, белдігіміз дайын. Енді осыны келесі видеода көктеп, примерка жасап, ары қарай тігуді жалғастырамыз.